Армысыздар, ардақты ағайын, қадірменді ұлттық өнердің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді ағайын, бүгін сіздер финалдық кездесуді тамашалайтын боласыздар. Ақмола облысы Көкшетау қаласында жалауын желбіреткен бәсекеде Әулие-Ата және Ақмола көкпар командасы финалға шықты. Яғни 8 команда сынға түскен бәсекеде өз топтарында алдына жан салмаған қос бірдей команда финалда мінекей кездесіп отыр. Сіздермен бірге мен Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді ағайын. Жамбылдық Әулие-Ата көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелқан, Дәулет Әбдіәріп, Серік Бейбітов, Шадияр Құлымбет, Серік Надыр, Айнабек Бердіқұлов, Самат Көпбосынов, Жаслан Қожақұлы, Асанбай Нұрманов, Бекзат Әштаев, Нұрқат Төлебай. Команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев, команда жаттықтырушысы Есжан Құрманбай. Ал Ақмола облысының көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Әлихан Қалибаев, Жандос Телеубай, Мирас Боранбаев, Айтқазы Сағындықов, Бөгенбай Бексұлтанов, Найзабек Темірбеков, Данияр Қалиқанов, Асғат Білялов, Арман Қызикен, Мейірбек Бимағамбетов, Дамир Құрақбаев, Дархан Ішпекбаев. Команда жетекшісі Ерғали Тоқабаев. Ал бүгінгі бәсекеде төрелік ететін төреші, ортадағы төреші бұл Бақтыбай Шырынқұлов, ал қапталдағы төрешілер Темірхан Иманғалиев, Амандық Қарабаев, Дәулет Айтан. Мінекей осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде төрелігін жасайтын болады. Қазір бірер сәттен кейін бәсеке басталады. Әулие-Ата және Ақмола облысының жеке батыр көкпар командалар арасындағы кездесу өте қызыққа толы болады деген ойымыз бар. Себебі А және Б тобында алдына жан салмаған жігіттер өте қарқынды жоғары деңгейде өнер көрсетті. Керемет сөз жоқ. Енді айта кетуіміз керек. Мынау Әулие-Ата көкпар командасы сапынан Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелқан, сол секілді Серік Надыр, Жаслан Қожақұл, жалпы жігіттердің барлығы қай-қайсын алып қарасаңыз да осы бәсекенің бірінші күннен бастап жоғары деңгейде өнер көрсетті. Тамаша аға буын өкілдерін салып кеткен сара жолын жоғары деңгейде атқара білді. Енді Әулие-Ата көкпар командасы ересектер арасындағы көкпар бәсекесінде 8 дүркін ел чемпион атанған. Өте жоғары жетістік. Енді бүгінгі таңда Әулие-Ата көкпар командасы еліміздегі көшбасшы командалардың бір екендігін барлық жұрт жақсы біледі. Ал енді сол аға буын өкілдері бүгінде жасөспірімдерге сол тамаша тактиканы үйретіп, бойын жақсы деңгейде жоғары жетістікке жетуге бар мүмкіндігін жасап үйреніп алды. Қазір мінекей 9 нөмірдегі Жаслан Қожақұлды көріп отырсыздар. Бірден Серкені тақымға баса салысымен шабуылға шығып, Құрманбек Тұрғанбекке Серкені дер кезінде жеткізе білді. Құрманбек Тұрғанбек мінекей өз кезегінде қазандыққа жақындаған сәті салым. Қадірменді ағайын, тамаша. Бұл енді Құрманбек Тұрғанбек, өздеріңіз білесіздер, қадірменді ағайын, өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрген көкпаршылардың бірі. 1997 жылы дүниеге келген Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылы, Тұлпары Аю. 2014 жылы Құрманбек Тұрғанбек осы Астана төрінде ұйымдастырылған ұлттық спорт үздіктерін марапаттау рәсімінде алтын тұғыр номинациясын иеленген жас санлақ. Енді сол тұста өте керемет өнерімен көзге түсті. Жастар арасында, енді жасөспірімдер арасында да өзіндік ерекше қолданбасы бар. Сонымен қатар ересектер арасындағы бәсекеде осы Жамбыл облысының намысын қорғап жүр. Сонымен қатар айта кетуіміз керек, жас осы көкпаршылардың арасында көкпардан Қазақстан ұлттық құрамасының қатарына енген. Бұл жөнінде осы көкпардан Қазақстан Республикасының бас жаттықтырушысы, ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Қуан Құрамаев мырза өз бір сұхбатында нақты айтты. Осы бүгінде жасөспірімдер арасынан суырылып шыққан жас жігіт бүгінде осындай ересектер арасындағы ұлттық құраманың сапында ірі халықаралық сайыстарда ел намысын қорғайтын болады. Мінекей қазір тағы да шабуылға шыққан сәті. Қорғанысы жаман емес Ақмола көкпар командасын. Дегенмен де мықты өз мықтылығын жасайды әрдайым, өз күш қайратын салады.
барын салады. Сол себепті бүгінгі бәсекеде мінекей тағы да салым қадірменді ағайын. Бұл қадірменді ағайын айта кетуіміз керек. Өте өнерімен көзге түсіп жүрген көкпаршы Саматтың салымы болатын, бірақ есепке алынбады. Серке тура қазандықтың ортасына түсуі керек. Талап осындай. Сол себепті жасөспірімдер арасындағы бәсеке болсын, қандай сайыс болсын, барлығында Серке тура ортасына түсуі керек. Осындай талап, қатан талап қойылған. Енді Ақмола көкпар командасы жайына тоқталатын болсақ. Ақмола көкпар командасы сапында Әлихан Қалибаев сынды өте керемет осындай көкпарда өзінді қырмен көзге түсіп жүрген көкпаршы бар. Шабандоз тамаша түрлі бәсекелерде топ басып жүр. Мінекей тамаша салым. Бұл салымды салған қадірменді ағайын айта кетуіміз керек. Ернұр Қамелхан 1997 жыл дүниеге келген, тұлпары сұлу төрі өте тамаша. Енді ересектер арасында бұл тұлпармен көбіне айта кетуіміз керек. Құлажан Тоғайбаев өнер көрсетеді. Құлажан Тоғайбаев құлагер деп ерекше атайды. Енді сұлу торы өзіндік бір осындай бір ерекшелігі бар. Серке кіші шеңберде шабандоздарға берілетін уақыт 1 минут. 1 минуттың ішінде қазір Серкені тақымға басып алуы керек шабандоздар. Осы Әулиеата көкпар командасының жетекшісі Нұрдәулет Момындтың бір жақсы пікірін айта кеткім келіп отыр. Жалпы әлемде қандай спорт түрі бар? Барлығында ерлер де, әйелдер де қатысады. Ал енді тек қана көкпарда ғана ер азаматтар, жігіттер ғана өнер көрсетеді. Мысалға, қандай бір бәсекені алып қараңыз, барлығында әйелдер құрамасы бар, ерлер құрамасы бар, қатар жүреді. Ал көкпарда ғана нағыз жігіттер өнер көрсетеді. Мінекей, осындай қазақтың тектілігін, мықтылығын танытатын осындай бекзат өнерді, осындай жағдайға жеткізіп отырған Әулиеата көкпар командасының жетекшісі Нұрдәулет Нәбиұлы осындай бір керемет пікір айтты. Расында келісетін пікір. Енді көкпаршылар арасында жалпы осы спортты сүйетін қауымның арасында нағыз жігіттердің бәсекесі екендігі даусыз. Ал енді өз кезегінде алдына жан салмай жүрген әулиеталықтардың негізгі тактикасы да өте өзгеше. Көбіне осындай бағыт ұстанады, алдыға ұмтылу, артқа шегініс жоқ. Шабуылдарды күшейту. Мінекей жекпе-жек сайысы ортада. Жекпе-жек сайысында енді нақты жүйені қалыптастырған көкпаршылар шығуы тиіс болатын, бірақ мінекей қазір ортада қадірменді ағайын Құрманбек Тұрғанбектің біз ерекшелігін көрдік. Құрманбек Тұрғанбек Серкені тақымға мықтап басып алды. Тамаша қазандыққа жақындаған сәті қалай қылар екен? Құрманбек Тұрғанбек өте керемет, көбіне әдіс тәсілдерін жоғары деңгейде жүзеге асыратын Құрманбек бұл жолда намысты бермейді деген үмітіміз бар. Тамаша. Қазір Серке тақымнан түсіп қалды. Сол себепті барлық көкпаршының ойынға араласуға мүмкіндігі бар. Мінекей алғаш қазір енді Серке Ақмола көкпар командасының шабандозын тақымына тиді. Бірақ ортадағы шеңберге алып келіп тастады. Себебі бәсеке тура сол жерден жалғасын табуы керек. Құрманбекті тағы да біз өз мықтылығымен көзге түсіп тұрғандығын көріп отырмыз. Шабуылға шыққан сәті. Тамаша, керемет. Мінекей салым. Бұл салымды жүзеге асырған Құрманбек Тұрғанбек қадірменді ағайын. 1997 жыл дүниеге келген, Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылында дүниеге келген. Тұлпары Аю. Қараңыздар, керемет. Ешбір қарсыласы жетіп үлгермеді. Әрі астындағы Аю да Құрманбекке мықты дағдыланған, көп әдіс тәсілдерді бірге жүзеге асырады. Енді әрбір көкпаршының осы бәсекеде
мықты бір жүйеде ойнауға келісілген әдіс тәсілдері бар. Сол себепті барлығы бірлесіп өнер көрсетуі тиіс. Қазір мінекей 8-ші нөмірде көкпаршының біз Серкен тақымға басып шабуылға шыққандығын көріп отырмыз. Қандай тамаша! Ақбозат атақты Аққоян деп ерекше әспеттеп атайды. Қазандыққа жақындаған сәт әттегені қандай мүмкіндік. Өкінішке орай Серкені қазандықтың тура ортасына түсіре алмай қалды. Дегенмен де жігіттердің қазіргі дайындығы жалпы қарымта әдістерді жасауға мүмкіндіктері бар екендігін біз жақсы көріп отырмыз. Есептінде өздеріңіз 3-0-ге жеткендігін көріп отырсыздар. Сол себепті әлде болса жігіттердің дайындығы жалпы күштері бойында жақсы дайындықтың нәтижесі бұл. Мінекей қазір Ақмола көкпар командасын шабандозын шабуылға шыққан сәтін байқап отырсыздар. Керемет. 3-ші нөмірдегі Мирас Боранбаев қазір шабуылға шығуға әрекет етуде. Қаракер арғымақ. Қарқыны жаман емес, тек қана бағыт-бағдарын айқындап, командалық әріптестерінің күшін дер кезінде әрі дұрыс пайдаланса болғаны. Шабуылға шыққан сәтін тамашалап отырсыздар. Өте керемет. Қазір Серкені тақымға басқан қадірменді ағайын әулиеталықтар қайта жылып алып кетті. Мінекей қазір өте керемет еркін шабыспен қазандыққа жақындаған Ернұр Қабелханды көріп отырмыз қайта. Әттеген Серке тақымнан түсіп қалды. Аты шауып кетті, атынан ауып түсті. Дегенмен де намысты қолға алған жігіттер Дәулет Әбді әріп қазір Серкені тақымға басты. Дәулетке қайсы көкпаршы көмекке келер екен? Құрманбек Тұрғанбекке қазір Серке тиді тақымына. Енді Құрманбектің тақымына Серке тисе, ол міндет түрде салым болуы әбден мүмкін. Сондай бір өзі көкпарға жақсы дайындықпен шығады. Тамаша мінекей салым. Керемет, есеп 4-0. Құрманбек Тұрғанбек есепті еселеп кетті. Тағы да қайталап өтейік қадірменді ағайын. Құрманбек Тұрғанбек 1997 жыл дүниеге келген. Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылы. Тұлпары аю. Енді осы көкпаршы жайында аз кем ақпарат айта кетуіміз керек. Жалпы Құрманбек осы Жамбыл облысы Тоғызтарау ауылында дүниеге келген. Бала күнінен көкпарға әуес болып өскен Құрманбек негізінде осы жасөспірімдер арасындағы көкпар бәсекесінде осыдан 2 жыл бұрын да, керек десеңіз 3 жыл бұрын ауыл арасындағы бәсекелерде намысты жоғары деңгейде қорғап жүрді. Осындай бір ерекшелігі бар. Әрі Құрманбектің көптеген бәсекелерде жасыратыны жоқ, намысты қолдан бермей шабуылға шыққан сәттерінде түрлі әдіс тәсілдерді емін-еркін жасайтындығы көпке үлгі болып жүр. Шабуылға шыққан тағы да әулиеталық көкпаршы қазандыққа қазір жақындаған сәті. Қорғаныста жаман емес, бірақ 4 ұпаймен алдыға шықты әулиеталықтар. Енді осы қарқыннан таймайды деген үмітіміз бар.
Серке ойналан сыртына шығып кетті. Ортада қазір жекпе-жек сайыс ұйымдастырылады. Құрманбек және осы Әлиханның арасындағы текетірес өте керемет жоғары деңгейде болып жатыр. Сонымен қатар Дамир Құрақбаевтар арасында жекпе-жек сайысына шығып жатыр. Қазір енді байқасаңыздар, Ақмола көкпар командасы шабандоз мерейі үстем болуда бұл жолы кездесуде, бірақ Құрманбек жұлып алып кетті. Тағы да Серке ойналан сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек сайысы Әулиеталық Құрманбек және Дамирдің арасындағы кездесу тамашалап отырмыз. Нағыз жігіттердің сайысы. Қазір мінеки Құрманбек Тұрғанбек жұлып алып кетті. Қазандыққа жақындады. Командалық әріптес екеуі Серкені қазір тастауға сәл ғана мүмкіндіктерін мүлт жіберіп алғандығын байқадық. Дегенмен де қазір ұмтылыстары жаман емес. Осы қарқыннан таймау керек. Шабылдаулары да жаман емес. Тамаша, десе де қазір Құрманбек Тұрғанбек Серкені бермеді. Салым салуға әрекет қылды. Тамаша, бұл салым есепке алынды. Құрманбек Тұрғанбек. Өте керемет, жақсы өнерімен көзге түсті. Жарайсын, нағыз бәсекенің көрігін қыздырған шабандоз. Сергек шеңберде алда Әулиета көкпар командасы. Қадірменді ағайын, өздеріңіз куә болдыңыздар. Бүгінгі бәсекеде өте қарқынына қарқын қосып, әрбір әдісті жоғары деңгейде жүзеге асырып жатқан Әулиета көкпар командасы және ортадағы төреші қазір Бақтыбай Шырынқұлов ойын ережесін бұзған көкпаршыны байқапты. Сол себепті 9-шы нөмірдегі Арман Қызикен Қаранарға жіберілді. Бәсекенің ережесіне сай осындай талап қойылған, ойын ережесін бұзған көкпаршыға. Серкені тақымға басқан қазір Әулиеталық көкпаршы Жаслан Қожақұл дейді. Жаслан қалайлар екен? Тамаша. Қазір командалық әріптесіне алмастырып үлгерді. Тамаша. Салым. Бұл салымды салған қадірменді ағайын Ернұр Қамелхан. Ернұр Қамелхан жайында да көп айтуға болады. 1997 жылы дүниеге келген, тұлпары Сұлу торы, құлагер, Жамбыл облысы Айша Бибі ауылынан.
Қадірменді ағайын, осыменен кездесудің алғашқы бөлімі де аяқталды. Тамаша өнерімен көзге түскен Әулиеата көкпар командасының жігіттері ұпай санымен алдыға шықты. Атап өтуіміз керек, Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелхан екеуі осы бәсекеде жоғары нәтиже көрсетті. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді ағайын, бүгін сіздер осы бәсекенің финалдық кездесуін тамашалап отырсыздар. Алдарыңызда Әулиеата және Ақмола облысының көкпар командасы. Қазір мінекей айқын басымдықпен алда келе жатқан әулиеталықтар енді көкше жерінде өтіп жатқан бәсекеде намысты қолдан бермей, жоғары деңгейде өнер көрсетуде. Осындай өнерімен көзге түсіп, команданың жоғары деңгейде ұпай санына қол жеткізуге барлық мүмкіндіктер, жалпы дайындықтың жақсы үлгісі бар екендігі көрініп тұр. Тамаша мінекей екінші бөлімде де қазір шабуылды қайта күшейтті, қарқындарына қарқын қосты. Дегенмен де жігіттерге сәл сабырлық та қажет. Алда әлі 20 минут уақыт бар. Сол 20 минут уақытты текке кетірмеу керек. Енді көкпар бәсекесінде бастысы күшті сарқып алмау керек. Күшін сарқып алған кезінде түрлі әдістерді жасау қиынға соғатын болады. Сол себепті барлық жағынан өте керемет тактиканы жетік меңгеру шарт. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайысы ұйымдастырылады. Тамаша, қазір Серкені тақымға басып кеткен Шадияр Құлымбет. Командалық әріптесі Серік Надырға қазір Серкені көтерткізіп жіберді. Серік Надырдың шабуылға шыққан сәтін байқап отырсыздар. Тамаша қазандықта айнала шауып, тамаша бір өнерімен әрекетті күшейтіп жатқан жайы бар. 3-1-дей Ақмола көкпар командасының көкпаршылары қорғанысты күшейтіп, Серіктің шабуылға шығуына ешбір мүмкіндік бермей жатыр. Десе де қазір командалық әріптестері өте керемет. Қорғанысты жалпы Серіктің алдын ашып, шабуылға шығуына мүмкіндік жасауда. Серік қайта шабуылды күшейтті. Тамаша Айторымен қазір мінекей әзірге ешкімге бермей қазандыққа қазір жақын қалды. Қорғанысты жаман емес. Ақмола көкпар командасының жігіттері жан жақтан қорғанысты күшейтіп барын салуда. Тамаша қазандыққа жақындаған сәті. Қазір Серкені тақымға басып алып шыққан Әулиеата көкпар командасының шабандозы Бекзат Әштаев. Бекзат Әштаевтың тақымында Арман Қара өте жылдамдығы жоғары.
Серке тақымына тисе болды, бірден шабуылға шығады. Мінеки Қазандыққа қазір тұра қалды. Командалық әріптестері қазір көмекке келу керек. Енді Әулиеата Көкпар командасының жігіттері ұпай санының көптігіне байланысты қазір өте салқынқанды ойнауға көшті. Себебі ұпай саны бар, мүмкіндіктерін біледі. 20 минутта қатты бір күшін сарғып алғысы келмейтіндігі көрініп тұр. Ал Ақмола Көкпар командасының жігіттеріне ұпай ауадай қажет. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада қазір жекпе-жек сайысы. Жекпе-жек сайысында әдеттегідей Құрманбек біраз 10 минуттық ортадағы үзіліс бар. Бәсекенің бастапқы минуттарындағы әдістер бар. Барлығынан сәл де болса дем алып, кішкене күшін бойына жинағандай болып көрінді маған. Байқасаңыздар, қазір Серкенті емін-еркін басып алып шыққан, бірақ жекпе-жек сайысын қайта тура бірінші болып көтергеннен жалғастырды. Тек қана ауызша ескертуді Бақтыбай Шырынқұлов жасап кетті. Қазандыққа жақындаған сәті тамаша салым. Құрманбек, Тұрғанбек қадірменді ағайын. Бүгінгі бәсекен нағыз өте жарқын көкпаршысының бірі. Енді осы қазіргі уақытқа дейін сіздерге айта кетейін. Жалпы Құрманбек, Тұрғанбек осы ел чемпионаты басталғалы бері жоғары деңгейде өнер көрсетіп 21 рет салынды болыпты. Енді бүгінгі бәсекенің қорытындысы бойынша барлығын есепке алып санайтын боламыз. Жалпы 30-ға жуық салымға осы бәсекенің қорытындысы бойынша қол жеткізуі мүмкін деген жалпы болжам бар. Қазір Серкені кіші бірден көтеріп кеткен Айнабек Бердіқұлов қадірменді ағайын торы тұлпармен шабуылға шыққандығын көріп отырсыздар. Қалай қылар екен Айнабек? Жаман емес, Қазандыққа жақындаған сәтінде байқадық. Енді дер кезінде қазір командалық әріптестері көмектесіп жіберсе, бұл көкпаршыға есепті еселеп жіберуі әбден мүмкін. Тамаша. Қарқындары жаман емес. Ортада қайта қазір өздеріңіз куә болғандай жекпе-жек. Құрманбек және Бөгенбай Бексұлтанов. Құрманбектің тақымына қайта Серке тиді. Өкінішке орай Қазандықтың тура тамаша қадірменді ағайын. Керемет. Бұл жолы салымды айта кетуіміз керек. Самат Көпбосыновпен бірге жоғары деңгейде жүзеге асырған Құрманбекті байқадыңыздар. Өте тамаша жоғары деңгейде жүзеге асырылған салым. Құрманбек атынан ауып құлап түсті, бірақ дегенмен де жоғары деңгейде өзінің шапшандығын көрсете білді. Самат Көпбосынов және Құрманбек Тұрғанбектің керемет салымы.
Тағы да мінекей тақымға серкені басып алып шыққан әулиеталықтар бұл жолы Жаслан Қожақұл. Жаслан Қожақұл қазір барлық шегіністерді, жалпы қарымта әрекеттерді күшейтіп, қазандыққа жеке дара жақындады. Тамаша салым есепке алынды. Жаслан Қожақұл қадірменді ағайын есепті еселеген. 1997 жылы дүниеге келген тұлпары. Торы тұлпар Жеремен қазір салымды орындапты. Жамбыл облысы Айша Бибі ауылында дүниеге келген. Керемет. Мықтылығын байқатты. Жасыратын жоқ, өте жоғары деңгейдегі салымды орындады. Қазір мінекей шабуылға шыққан сәті қайта 9 нөмірдегі Жаслан Қожақұл. Қалай қылар екен? Өз апарар мекен, әлде командалық әріптесіне алмастырар мекен серкені? Көбіне осындай әдіс тәсілдер жоғары деңгейде байқалуда. Бұл өте керек дүние. Әлде болса тақымынан бермей бар күшін салып жатыр. Ақмола көкпар командасының көкпаршысы шабандозына серке қазір Мирас Боранбаевқа тиді. Осы серкені қазір қазандыққа қаншалықты жеткізе алар екен? Мәселе осыда. Серке алмасты. Қазір тақымға басқан 8 нөмірдегі Самат Көпбосыновтың тақымында. Самат қалай қылар екен? Шабуылдауы жаман емес, мүмкіндіктері де өте жоғары. Ортада қайта жекпе-жек сайысы. Айнабек Бердіқұлов шықты. Және Мейірбек, кешірім өтінем, Дамир Құрақбаевтың арасындағы жекпе-жек сайысы. Дамир Құрақбаевтың бұл жолы мерейі үстем болды. Бірақ байқасаңыздар, әулиеталық көкпаршы жұлып алып кетті. Тамаша басымдық танытуда. Қазандыққа қазір жақындаған сәтінде байқадық. Енді осы салымды қаншалықты жоғары деңгейде орындайыр екен? Мәселе осында. Шабуылдау жаман емес.
Керемет, қазандыққа қазір барлығы бір табан жақындады. Құрманбек қайта алды серкені. Бүгінгі бәсекеде Құрманбектің әрбір әдісі жоғары бағалануда. Тамаша мінекей. Салым. Құрманбекке серке тисе болды, міндетті түрде салым болады. Өте керемет. Бүгінгі бәсекеде Құрманбек Тұрғанбек 5-ші салымына қол жеткізді. Енді осы ел чемпионатында бас аяғы Құрманбек Тұрғанбек 27 салымға қол жеткізіпті. Бұл өте керемет, жоғары деңгейдегі көрсеткіш. Серкек шемберде 13 нөмірдегі Асанбай Нұрманов қазір тақымға басты. Асанбай Нұрманов қалай қылар екен? Торғасқа тұлпарымен шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Серкен алдына емін-еркін өңгеріп алды. Қаракер арғымақпен де өнер көрсетеді бұл Асанбай Нұрманов. Қазір мінекей атын басын қайырып қайта шабуылға шыққан сәті қазандыққа жақындады. Тамаша салым. Есеп еселенді. Кездесудің соңғы минуттарында әулиеталықтар тағы да жасындай жарқылдады. Серкек шемберде тақымға басып шыққан Самат Көпбосынов. Тамаша, Саматтың қазір керемет әдіс тәсілдерін көріп отырмыз. Астындағы аты да басы қайым. Барлық әдісті жасауына мүмкіндік жасауда керемет, тамаша салым. Атынан құлап түсті, бірақ салым есепке алынды. Саматтың қуанышында шек жоқ. Қадірменді ағайын, өздеріңіз куә болғандай, осы Саматтың салымы бүгінгі бәсекеде өте бір керемет есте қалатындай салым болды. Атынан құлап түсті, бірақ салым есепке алынғандығына куә болдыңыздар. Қадірменді ағайын, осы менің кездесу де аяқталды. Осылайша жасөспірімдер арасындағы ел чемпионатында жеңіске жеткен Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы. Тамаша, Әулиеата көкпар командасының сапында Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелқан, сонымен қатар Самат Көпбосынов, Асанбай Нұрманов сынды жігіттер салынды болды. Жалпы команданың құрамы мына топтан тұрады. Осы жігіттер бәсекенің бірінші күнінен керемет жоғары деңгейде өнер көрсетті. Мінекей қазір Жамбыл облысының туын желбіретіп, ерекше бір мақтанышпен шыққан сәтін байқап отырмыз. Құрманбек Тұрғанбек, Ернұр Қамелқан, Дәулет Әбдіәріп, Серік Бейбітов, Шадияр Құлымбет, Серік Надыр, Айнабек Бердіқұлов, Самат Көпбосынов, Жаслан Қожақұл, Асанбай Нұрманов, Бекзат Әштаев, Нұрқат Төлебай сынды жігіттер өте жоғары деңгейде өнер көрсетті. Ал қадірменді ағай, мен сіздермен келесі аптаға дейін күн жақсы болсын деймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.